Бәріне сәлем. Бүгін осындай ауызда еритін керемет болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Қолжетімді заттармен жасалынады. Ол үшін бізге 3 немесе 4 жұмыртқа керек. Жақсылап миксермен араластырасыздар. Одан кейін 1 кесе қант 2 бөліп қосып отырасыздар. 1 кесе сүтімізді, 1 кесе майымызды толар-толмастай жақсылап миксермен араластырып аласыздар да 300 граммдай ұнымызды қосып, оның үстіне 1 пачка разрыхителімізді қосып, жақсылап қою массаға келгенше араластырасыздар. Миксермен араластырсаңыздар өте керемет болып көтеріліп шығады да. Одан кейін тапамызға осындай менде пергамент қағазы болмағандықтан фольганы төсей салдым, асты жабысып қалмасын деп. Жақсылап өстіп бүкіл жеріне жеткізесіздер де қызып тұрған печкамызға пісіріп аламыз. Қараңыздар, осындай керемет болып көтеріліп шығады. Бетінің ортасын көресіздер, пісті ма, осындай зубочисткамен тесіп көріңіздер. Бетінің өздеріңіздің қалауларыңызбен сәндесеңіздер болады. Сгущенкамен май жақсаңыздар болады, ортасын кесіп. Мен енді сахарный пудраны себе салдым. Өте керемет болып шығады. Бестің шайне немесе күнделікті өздеріңізге жасап істеп жесеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Мен бестің шайне дайындадым. Осылай өздеріңіздің қалауларыңызға кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Қараңыздар, қандай керемет болып 7-8 сантиметрге дейін негізі көтеріледі бұл пирог. 2 түрін жасасаңыздар да болады. Какаомен де немесе осылай жасасаңыздар болады. Пирогтың бағасын өздеріңіз беріп кетіңіздер. Қалай шыққан комментарийға жазып кетіңіздер.